Армысыздар, құрметті телекөрермендер, назарларыңызға ағымдағы аптаның басты жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Орман өрттерін жою шаралары пысықталды. Қазақ акционерлік қоғамы халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға мән бермек. Осы және өзге де ақпараттар жөнінде алдағы бірнеше минуттарда. Тәуелсіздігіміздің нышаны мемлекеттік рәміздер күніне орай ұйымдастырылған шара Тутұғыр алаңында өткізілді. Егеменді еліміздің тұтастығын бейнелейтін көк туымыз көкке көтеріліп, отансүйгіштікке тәрбиелейтін ұлттық әнұраным шырқалды. Бірқатар үздік мамандар айтулы мереке қарсаңында арнайы алғыс хаттармен қошеметтелді. Мемлекеттік рәміздердің қабылданғаны 26 жыл толуына орай ұйымдастырған іс-шара республика даңғылының бойымен жүріп өткен шеруден бастау алды. Арнайы шеруді жергілікті белсенді спортшыларымыз бастап, олардың ізін қалалық мекеме қызметкерлері мен білім беру ошақтарының тәлім алушылар жалғады. Осылайша мемлекеттік рәміздер мерекесіне қатысушылар шаһарымыздың маңызды орындарының бірі саналатын Тутұғыр алаңына дейін жүріп келді. Салтанатты жиын әдеттегідей желбіреген көк туымызға құрмет көрсете отырып, ұлттық әнұранымызды шырқаумен басталды. Егеменді еліміздің нышандары саналатын қасиетті рәміздеріміз ұлықталған шара жалғасында сөз алған қала әкімі Нұр Күмпекеев мемлекеттік символдарымыздың маңыздылығын ескере келе ізгі тілектерін жолдады. Біздің туымыз, ел таңба, әнұран, еліміздің ең басты мемлекеттік құндылықтарымыз. Олар егемендік, тәуелсіздік идеяларының нақысат белгілері. Сондықтан оларды сақтау және құрметтеу қажет. Осы күні баршаларыңызға тілейтінім денсаулық пен амандық. Еліміз тыныш, жұртымыз аман, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Құтты болсын, береке. Тәуелсіз Қазақстан рәміздері атауымен ұйымдастырған арнайы жиын барысы өз қатарларынан үздік шыққан қызметкерлерді марапаттау рәсіміне ұласты. Онда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне орай өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен атқарып, кәсіби біліктіліктері үшін жергілікті әкімдіктің бірқатар бөлім мамандары және денсаулық сақтау саласының үздіктері қошеметке бөленді. Сондай-ақ Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының қатарын толықтырған азаматтарға партиялық билеттер де салтанатты түрде табысталды. Мәдени шара жалғасында талантты жастарымыздың өнерлері ұсынылып, тұрғындарымыздың қошеметіне бөленді. Осылайша степногорлықтар ел абыройын асқақтатқан рәміздердің төл мерекесін кең ауқымда атап өтті. Жаз айларында болатын күн райының ыстығы мен адамзаттың кейбір келеңсіз әрекеттері орман және дала өртінің шығуына әкеп соқтырады. Айтып келмейтін апат орын алған жағдайда оны дер кезінде жою қажет. Дәл осы жұмыстар барысы қалалық арнайы тактикалық өрт 2018 оқу жаттығулары барысында пысықталды. Өңірімізге қарасты Қарабұлақ ауылының жанындағы орман алқабына төтенше жағдайлар қызметінің өкілдері, орман шаруашылығы мекемесінің мамандары, жедел жәрдем қызметі, ерікті өрт сөндіру және кәсіпорындардың азаматтық қорғау құрылымдарының мамандары жиналды. Ең алдымен осы аталмыш қызмет көрсету мекемелерінің техникалар мен дайындық барысы тексерілді. Тактикалық оқу жаттығулар барысына арнайы келген қала әкімі Нұр Күмпекеевке жоспарланған іс-шаралар таныстырылып, кеңінен ақпарат берілді. Осы орайда сөз алған шаһар басшысы бүгінгі оқу жаттығулардың маңыздылығын ескере келе әзірлік жұмыстары ойдағыдай өтетіне сенімділік білдірді. Негізгі ақпараттар ұсынылып, жұмыс барысы нақтыланған соң арнайы жаттығулар барысы басталып, аңызға сәйкес ауа райының күрт жылынуы мен өртке қауіпті кезеңде арнайы бекітілген ережелерді ұстанбағандықтан орман маңындағы жазық дала мен ағаштар өртке оранған. Төтенше жағдайлар бойынша ақпарат дер кезінде орман шаруашылығы мекемесі басшылығына баяндалып, өз кезегінде ұйым тарапынан қызметкерлер оқиға орын алған жерге жетіп келді. Желдің күшеюіне байланысты өрт сөндіруге жұмыс күшінің аздығы өз әсерін берді. Осы орайда өңірімізге қарасты кенттер мен ірі өнеркәсіп ошақтардың ерікті өрт сөндіру қызметінің мамандары, сондай-ақ ЕЦ 166-11 және 18 мекемелерінің қызметкерлері де өрт орын алған жерге келіп жетті. Жүйелі түрде атқарылған жұмыстар өз нәтижесін беріп, тілсіз жау жойылды. Сонымен бірге жергілікті төтенше жағдайлар қызметі мамандарының ақпаратына сүйенер болсақ, өрт қауіпсіздік кезеңінің басталысымен Ақмола облысы бойынша орман өртінің 2 жағдайы тіркелсе, 100-ден астам гектар аумақта жасыл желектердің өртқа оранған көрінеді. Бұл ретте облысымыз бойынша 10 азамат және 1 заңды тұлға жауапқа тартылған жайы бар. Жетпіс адам жұмылдырылып, 19 техника күші қолданылған арнайы тактикалық оқу жаттығулар барысын бақылап отырған шаһар басшысы шара соңында алдын алу жұмыстары өткен жылмен салыстырғанда біршама жоғары деңгейде атқарылғандығын алға тартты. На хорошем, высоком организационном уровне прошло. Все выполнили свои обязанности.
Бүгінгі оқу-жаттығу жұмыстары жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Барлық мамандар өздеріне жүктелген міндеттерді жақсы атқарды. Мұндай шаралар азаматтық қорғау қызметкерлерінің тәжірибе жинақтау үшін маңызы орасан. Себебі төтенше жағдай орын алған кезеңде біз оған дайын болуымыз керек. Өткен жылғы жаттығулармен салыстырғанда биылғы шаралар біршама жүйелі әрі тиянақты атқарылған атап көрсеткім келіп отыр. Сол үшін барлықтарыңызға ризашылығымды білдіремін. Алдағы кезеңдерге дайындық барысы пысықталып, техника күштерінің әзірліктері қаралған оқу-жаттығуларын қорытындылаған шаһар басшысы жұмыстар барысына жақсы деген баға берді. Елордамыздың 20 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралар барысы шағын шаһарымызда осы айдан бастау алды. Өткен демалыс күндері қала және кент тұрғындары көп функцияға ие спорт алаңына жиылып, кең ауқымды қамтыған арнайы флешмоб ұйымдастырды. Бірнеше спорт түрлерінен бағын сынады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қолдау көрсеткен челлендж сенің жаңа қырың спорттық бастаманы жүзеге асыру және Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы қарсаңында қаламызда арнайы іс-шара ұйымдастырылды. Көп функцияға ие спорт алаңда атқарған спорт шарасында кең көлемді қамтыған флешмоб, таңғы жаттығулар мен бірқатар спорт түрлерінен сайыстарда өткізілді. Елеулі оқиғаға орай қаламызға ат басын бұрған Қазақстан Республикасының гір-тасын көтеру және қол күресі спорт федерациясының вице-президенті Серік Абдрахин айтулы спорт мерекесіне қатысты. Осы орайда барша қатысушылар мен меймандарды қарсыған қала әкімінің орынбасары Гүлназ Әбілова бүгінгі күннің маңыздылығын ескеріп отырып, өңіріміздегі спорт саласының дамуын назарға алды. Бүгін біз Степногор қаласында үлкен степ мерейді өткізіп жатырмыз. Қала әкімі Ануар Гергелевич Күмбекеев спортқа, дене шынықтыруға өте көп көңіл бөледі. Жыл сайын біздің қаламызда спорт алаңдары ашылып жатыр. Осы жылда 4-6 микрорайонда Ақсу кентінде бізде спорт алаңдары ашылады. Сонымен біздің степногорлықтарында арасында 34% спортпен айналысады. Арнайы салтанатты жиыннан соң спорттық сайыстар бастау алды. Бірнеше алаңдарда жүзеге асқан спорт додалары қазақ күресі, гір-тасын көтеру және қол күрес түрлерінен ұйымдастырып, оның барысына қала мен кенттердің кәсіпқой және әуесқой спортшылар атсалысты. Өте тартыстары қызықты өткен спорт сайыстарының соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлерге қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі тарапынан медальдар, дипломдар мен естелік сыйлықтар табысталды. Шаһарымыз бен өңірімізде кенттердің белсенді спортшыларының қатысуымен өткізген ауқымды шара соңында арнайы флешмоб ұйымдастырылды. Мы поддерживаем спортивную инициативу нашего президента «Челлендж Другой ты». Алга, Казахстан, Степногорск, вперед! Алга, Казахстан, Степногорск, вперед! Өңіріміздегі ең ірі кәсіпорындардың бірі саналатын Қазақ алтын акционерлік қоғамында заңсыз алтын іздеушілер бойынша бірқатар жаңашылдықтар орын алған сыңайлы. Бұл жөнінде мәлімдеген өндірістік ұйымның өкілдері осы орайда тұрғындармен арнайы кездесулер ұйымдастырылғандығын алға тартып отыр. Ақмола өңірінде 3 бірдей кен орындарына ие аймағымыздағы ең ірі кәсіпорындардың бірі саналатын Қазақ алтын акционерлік қоғамында заңсыз алтын іздеушілерге байланысты туындаған мәселе бірнеше жылдар бойына жалғасып келген. Осы орайда бұл сауалды толықтай шешу мақсатында ұйым тарапынан бірқатар шаралар қолға алынып, ірі кеніштердегі тұрғындармен жүздесулер ұйымдастырылған. Ағымдағы жылдың сәуір айында жүзеге асқан кездесулердің нәтижесінде бірқатар шешімдер қабылданып отырса керек. Было принято решение на совместном совещании о том, что компания, условно говоря, начинает работу с чистого листа. Біріктірген жиналыста компания жұмысы кен тұрғындарымен бірге. Өткен кезеңдерде белгілі бір себептерге байланысты жауапқа тартылған азаматтармен де жұмысын жандандырады деп шешілді. Бұл ретте Қазақ алтын кәсіпорын тарапынан белгілі бір шектеулер алынып тасталынған. Тек қана азаматтардың сол аумақта ресми тіркелгендігінің тұрақты мекені екендігіне басты назар аударатын боламыз. Осылай деп мәлімдеген бөлім басшысы мекеме тарапынан заңсыз әрекетке барған азаматтарға байланысты кешірім жасау саясаты қолданылатын
жолын алға тартып, ендігі кезекте біршама кент тұрғындары жұмыспен қамтылатын атап көрсетті. Алайда заңсыз бұзушылықтар тағы да қайталанатын болса, одан кейінгі үшінші мүмкіндік болмайтын көрінеді. Однако я бы хотел отметить немаловажный факт, что при наличии повторных нарушений, связанных с незаконным строительством со стороны тех людей, для которых мы объявили амнистию, если данные факты будут повторяться, то подобного шага со стороны компании уже не будет. Дегенмен маңызды жайттарды айта кеткен жөн. Біз кешірім жасаған азаматтар бойынша заң бұзушылықтар қайталанатын болса, дәл осындай мүмкіндіктер кәсіпорын тарапынан ендігі кезекте берілмейді деді Рүстем Әлдешев. Қазақ кәсіпорынның кеніштері орналасқан Ақсу, Бестөбе және Жолымбет кенттерінде ұйымдастырған кездесулердің қорытындысына сәйкес 50-ден астам тұрғындар жұмысымен қамтылатын көрінеді. В результате данных встреч были сформированы списки из числа нетрудоустроенных местных жителей. Жоғарыда айтып өткен кездесулердің нәтижесінде жұмыспен қамтылған азаматтар бойынша тізім әзірленді. Осы орайда әкімдік тарапынан бірқатар жұмыстар атқарылып, Бестөбе кентінен 192, Жолымбеттен 60 және Ақсу кентінен 96 тұрғындардың жұмыспен қамтылмағандығы жөнінде ақпар келіп түсті. Қазіргі таңда Бестөбе кенті бойынша азаматтарды жұмыспен қамтудың бірінші кезеңі жүзеге асып, бұл ретте 28 тұрғын еңбекпен қамтылып отыр. Сондай-ақ Ақсу кенті бойынша 12 тұрғын жұмысқа орналасса, мамыр айының соңына дейін тағы 24 азаматты қабылдау көзделіп отыр. Жолымбет елді мекені бойынша да жұмыстар атқарылып, 8 қызметкер жұмысын бастап кетсе, тағы 10 тұрғынды алдағы уақытта жұмыспен қамту жоспарланып отыр деді қызмет басшысы. Сонымен қатар Даныш Шаймерденнің ақпаратына сай, айтулы жұмыстарды атқаруда жергілікті және қалалық әкімдіктер тарапынан тиісті шаралар қолға алынып, бұл өз кезегінде оңтайлы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік берсе керек. Осы орайда кент тұрғындарын жұмыспен қамту мақсатында мемлекеттік бағдарламалар негізінде жалпы халықтың жұмысшы күшін қайта даярлау және қысқа мерзімді курстық дәрістерге бағыттау көзделіп отырған көрінеді. Нами был сформирован список необходимых рабочих специальностей. Біздің тарапымыздан қажетті жұмыс мамандықтар бойынша тізім беріліп, өз кезегінде әкімдік кент тұрғындарын қысқа мерзімде қайта даярлау курстарына жіберуді көздеп отыр. Осы орайда айта кеткен жөн, бұл оқу жұмыстары ақысыз негізде мемлекет тарапынан ұсынылған деді Дана Шаймергенова. Қазақ акционерлік қоғам тарапынан ұстанып отырған осы саясат алдағы уақытта өңірдің жан-жақты дамуына мол септігін тигізіп, әлеуметтік жағдайды жақсарту жолында қызмет ететін сыңайлы. Бұл жөнінде мәлімдеп отырған мекеме мамандары айтулы жұмыстар концерннің қоғаммен ашық диалог алаңын құру арқылы жергілікті тұрғындардың әл-ауқатын көтеруге мүмкіндік беруге негізделгендігін де тілге тиек етті. Өзіне берген міндеттемелер аясында мемлекеттік қызметшілер ендігі кезекте әкімшілік жауапкершіліктер бойынша хаттамаларды толтыра алады. Бұл туралы арнайы ұйымдастырған семинар жиналыс барысында мәлімденді. Маңызды мағлұматтар ұсынылған басқосу жалғасында оның қатысушылары бірқатар толғандырған сауалдарын жолдап, қажетті ақпараттарды алу мүмкіндігіне де ие болды. Ақмола облысының қалалары мен аудан, ауыл әкімдіктерінің мамандарына арналып ұйымдастырған айтулы семинар жиналыс өткен аптада жүзеге асты. Кең көлемді ақпараттар ұсынылған кездесу барысына облыстық құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің прокуроры Қадырғазы Мамилин және аталмыш ұйымның аға прокуроры Денис Кабдуллиндер келіп, маңызды мағлұматтармен бөлісті. Облыстық комитет өкілдерінің ақпаратына сай, алдағы уақытта әкімдік қызметкерлері де әкімшілік жауапкершілікке тарту бойынша хаттамалар толтыру мүмкіндіктеріне ие болмақ. Осы орайда өз баяндамасын ұсынған прокурор Қадырғазы Мамилин мамандарға ішкі істер басқармасы қызметкерлерімен тығыз байланысты жұмыс жасау қажеттігін ұсынды. Вам надо в части составления протоколов тесно взаимодействовать с сотрудниками полиции, поскольку они... Хаттамалар толтыру кезінде сіздерге полиция қызметкерлерімен тығыз байланысты жұмыс жасау қажет. Себебі аталмыш маман иелері хаттама толтыру шараларымен күнделікті айналысып, бұл жүйенің қыр-сырын жақсы біледі. Дәлелдерді ұсыну, түсініктемелерді беру кезінде біршама қиындықтар туындауы мүмкін. Сол үшін де ішкі істер басқармасы мамандарымен бірігіп жасауды ұсынамын, деді баяндамашы. Басқосу жалғасында сөз алған Ақмола облыстық құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің аға прокуроры Денис Кабдуллин хаттамаларды толтырудың қыр-сырын түсіндіріп, айтулы үрдіс электронды жүйе арқылы жүзеге асатындығын атап көрсетті. Тікелей сайттың көмегімен хаттаманың толтыру қадамдарының әрқайсысына тоқталып, ақпараттардың толық әрі нақты болуына басты назар аудару қажеттігін тілге тиек етті. Маңызды мағлұматтар ұсынылған жиын барысында Ақмола аймағының түпкір-түпкірінен келген әкімдік өкілдері өздерін толғандырған сауалдарын жолдап, қажетті ақпараттарға ие болды. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған облыстық адал жол марафоны үстіміздегі жылда игі дәстүрін жалғады. 20 мамыр күні Шортанды ауданынан эстафетаны қабылдап алған қаламыздың жастар ресурстық орталығы 10 күн бойына түрлі бағыттағы шаралар өткізді. Облыстық деңгейдегі айтулы шараның қалай жүзеге асқанын білгіңіз келсе, келесі бейнематериалға назар салыңыз.
Ең алдымен Нұр Отан партиясының қалалық филиалында қоғамдық қабылдау жүзеге асты. Келесі күні сыбайлас жемқорлық пен билік үйлесімсіз open air өткізілді. Оның барысында Жастар ресурстық орталығының еріктілері әлеуметтік сауалнама жүргізіп, тұрғындарға ақпараттық буклеттер таратқан. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссиялардың отырысы дөңгелек үстелдерде айтулы марафон шеңберінде атқарылған. Бұл жөнінде мәлімдеп отырған жергілікті ұйымдастырушылар адал жол марафоны барысында біз жемқорлыққа қарсымыз атты жастар стрит акциясы, волейбол сайыстары, сондай-ақ кеңсерік шайқас, квест ойындарды өткізгендігін алға тартуда. Кең көлемді қамтып отырған облыстық эстафетаның басты мақсаты бүкіл қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру, мемлекеттік қызметтің мәртебесін арттыра отырып, оған деген халықтың сенімін жоғарылату болып табылады. Осы орайда біздің қаламызда 10 күннен астам уақыт бойына жалғасқан марафон әрі қарай сапарын жалғастырып, Ерейментау ауданының өкілдеріне табысталды. Бұл шараға Степногорск қаласының Жастар ресурстық орталығының мамандары, Нұр Отан партиясының қалалық филиалы және Жас Отан жастар қанатының өкілдері белсене атсалысты. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы адал жол марафон жолдау барысында шаһарымыздың өкілдері арнайы альбом мен баннерді салтанатты түрде табыстады. Бұл ретте айта кеткен жөн, эстафетаны беру шаралары Степногорск қаласы мен Ерейментау ауданының шекарасындағы Сілет ауылының маңында болды. Арнамыз ұжым әзірлеген ақпараттар легі осындай болды. Келесі аптада дәл осы уақытта эфирде кездескенше қош, сау болыңыздар. Сіз цифрлық әлемнің барлық мүмкіндіктерін пайдаланғыңыз келе ме? Онда сізді цифрлық сауаттылықты арттыру курсына шақырамыз. Ол жерде сіз интернет және мобильдік гаджеттердің мүмкіндіктері туралы, деректерді сақтау, беру тәсілдері және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы біле аласыз. Сонымен қатар, онлайн режимде тауарларды сатып алу, сату және қызметтер көрсетуді, мемлекеттік қызметтерді үйден шықпай алуды, мемлекеттік органдардың ашық деректерін тауып, оларды өз жұмысыңызда қолдануды үйренесіз. Курс 2018 жылдың 1 маусымнан басталады және Қазақстанның барлық өңіріндегі мектептер мен кітапханалар базасында өтеді. Цифрлық Қазақстан. Жаңа мүмкіндіктерге ұмтыл.